Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге кунжуттан жасалған печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын, достар. Ал сіздер менің арнама ұмытпай ғана тіркеліп алыңыздар. Себебі жаңадан видео салған кезде сіздерге хабарлама баратын болады. Бұл кунжуттан жасалған печенье дүкендегі печеньеден көрі әлде қайда дәмдірек. Толық ингредиенттерінің барлығын описанияда жазып кететін боламын. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен кунжутты осылай табада жақсылап тұрып қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Одан кейін табамызға сары майымызды алып, қантты үстіне салып, екеуін жақсылап тұрып бір келкі болғанша араластырамыз. Қант пен сары майды араластырып алдым. Келесі кезекте үстіне бір жұмыртқамызды салып, сұйық масса болғанға дейін араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады, немесе осындай силиконды лопаткамен араластырсаңыздар болады. Осындай сұйық масса болып шығады. Одан кейін оның үстіне ұн мен разрыхлителді бірге араластырып, сұйық қамыр жасаймыз. Қамырымыз осындай болып шығады. Енді оның үстіне қуырылған кунжутымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Кунжутымызды барлығын осылай әдемілеп, жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырып, оны морозильникке қатқанша қойып қоямыз. Кунжутымыз қатып шықты. Қараңыздар, осындай қап-қатты болып келеді. Міне, бұл осылай қатырып алсаңыздар қолға жабыспайды, әдемі формада тиянақты болып жасалады. Қатырмай да жасауға болады, қолдарыңыз сулап жасайсыздар, бірақ осылай жасаған әлде қайда жақсырақ. Барлығын домалақтап пергамент қағазына қойып қоямыз. Араларын алшақ-алшақ етіп қоямыз, себебі бұл пешке кірген кезде езіліп, жаңағындай домалақ болып жайылатын болады. Сол кезде бір-біріне жабысып қалмау керек. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода қоянның етінен жасалған қуырдақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше, достар, сау болыңыздар.